Оқушылар арасындағы республикалық олимпиаданың екінші кезеңі басталды. Білім бәйгесінде 4000-нан астам шымкенттік оқушы бақ сынады. Карантин талаптарын сақтай отырып, тест тапсырушылар мектеп қабырғасында сынаққа офлайн қатысуға мүмкіндік алды. 9 және 11 сынып арасындағы республикалық пәндік олимпиада 4 кезеңнен тұрады. Бүгін басталған екінші кезең 12 ақпанға дейін жалғасады. Қаламыздағы Шәмші Қалдаяқов атындағы нөмірі 45 мектепте 9 бен 11 сынып оқушылар арасында тестілеу өтіп, үміткерлерді комиссия мүшелері тікелей бақылауға алды. Басты мақсат ашықтықты қалыптастыру. Өздеріңіз көріп отқандай, оқушы тіркеледі. Тіркелгеннен кейін барлық оның қимылы, кіммен сөйлесті, қасына кім келді, кім көмектесіп жатыр, барлығы ол жерде бейне жазбаға жазылады. Және де онлайн трансляция арқылы көруге болады. Кез келген ата-ана, кез келген мұғалім, кез келген азамат осы оқулық платформасындағы ссылканы алып, сол сілтемені алып, сілтеме арқылы баланың қалай тапсырып жатқанын көре алады. Және де ол комиссия мүшелеріне де бізге де жақсы. Себебі біз осы олимпиада біткеннен кейін бізге 2 күн уақыт беріледі. 2 күннің ішінде біз жаңағы осы олимпиаданың оқушылардың қалай тапсырғанын анықтай аламыз. Пәндік олимпиаданың екінші кезеңінде оқушылар информатика, қазақ тілі және география пәндері бойынша тест тапсырып эссе жазады. Барлық қатысып отырған оқушылар өткен тест сынағында жоғары көрсеткішке қол жеткізгендер. Балаға қай жерде ыңғайлы, үйде қосылама, жоқ мектепте келіп қосылама. Әрине ол жерде өзінің техникалық талаптары бар. Интернет желісін жылдамдығы жақсы болу керек. Платформа міндетті түрде ноутбукпен тапсыруды талап етеді, себебі бала өзінің отырғанынан бастап тапсырманы қалай жасайды, барлығы жазылады. Видеода оның барлығы сақталынады. Кез келген ата-ана, оқушы, мұғалім оны көре алады. Аудандық және қалалық кезеңдерде үздік шыққан оқушылар 22 ақпан мен 3 наурыз аралығында өтетін облыстық олимпиадаға қатысу мүмкіндігіне ие болмақ. Маржан Жорабай, Әлем Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.